Абайдың 10-шы қара сөзіне тоқталатын боламыз. Ақия бағдарламасының тұрақты сарапшысы Омар Жайлыұлы. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Ең бірінші сұрағым Мұқағали айтады, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта дейді. Сол сияқты Абайдың 10-шы қара сөзі бір қайшылыққа толы сияқты. Бала өсіру, мал табу деген сияқты. Бұның мәнісі неде? Жалпы осы 10-шы қара сөзінде Абай айтады, Құдайдан бала тілейсіңдер дейді. Оны неге тілейсіңдер дейді. Өйткені біріншіден дейді, ол бала мені асырасын десең, біріншіден сол бала сені асырайтындай жақсы өсе ме, өспей ме, оған да көзің жетпейді дейді. Егер балаңды ақирет үшін тілесең дейді, онда балаңды жасында өлсін дегенің дейді. Егер артынан біреу Құран оқысын десең дейді, Құран оқысын десең, өзің жақсы болсаң артынан кім Құран оқымайды дейді. Сонда Абайдың негізгі ойы, қазақ өзі баланы тілейді дейді, бірақ тілегенде сол баланың дейді іске татырлығы бар, іске татырлығы жоқ, оған мән бермейді дейді. Сонда Абай бұл жерде мәселе баладан бас тарту немесе баланың тууына қарсы отқан жоқ Абай. Бұл жерде Абай айтады, негізгі мотиві мынадай бұл қара сөздің. Сенде ит қазақтан дейді, ит қазақтан. Қандай бір жөнсіз болады дейді. Ит қазақ деген Абайдың сөзі өте ауыр айтып отыр, ащы айтып отыр. Бұл нәпсісін тие алмаған деген сөз. Жалпы ит деген сөз ол нәпсі деген мағынаны білдіреді. Ол жеті қазынаның болып табылатын, бір болып табылатын итке ешқандай қатысы жоқ. Осыны біз анықтап алайық алдын ала. Өйткені ит, ол қазақ айтады, ит опа, қатын жапа дейді. Жалпы опа, яғни айтқан сөзінде тұру адалдықтың белгісі ит негізінен. Бұл жерде Абай ит қазақ деп нәпсін тие алмаған, рухани өспеген, рухани байымаған адам туралы айтып отыр. Тек қана өмір бойы малдың соңында малды ғана ойлап, ешқандай да бір өзі рухани деңгейге жетпеген адам туралы айтып отыр. Соны ит қазақ дейді. Сонда Абайдың негізі бойынша, сенде ит қазақтан қандай бір жөнсіз болады дейді. Сенде ит қазақтан тағы бір ит қазақтың үйгеледі дейді. Сен оны қайтайын деп едің дейді, онда ит баланы дейді. Өзінің күнәң аз беді дейді. Өзінің істеген, өзінің көрген қорлығың аз беді. Тағы да бір ит қазақты тудырып, оның күнәсін қоса арқалайын деп бедің дейді. Сонда негізі Абайдың бұл жердегі ойы мынаған саяды. Баланы туғызу үшін, сапалы туғызу үшін бірінші өзіңді тәрбиеле деп отыр. Атақты неміс философы ойшылы Ницше айтады, бала деген ол әрқашанда алыс және биік межені көздеу керек дейді. Жасаған кезде, баланы жасаған кезде, ол қазақша айтқан кезде, бала ол өзінен өте туу керек дейді. Ал бала өте туу үшін, сен алдымен өзіңді өзің жең, өзіңді өзің тәрбиеле. Өзін жеңген адамнан ғана, өзін тәрбиелеген адамнан ғана, рухы нәпсінен үстем болған, асып түскен адамнан ғана биік бала туады. Жаңағы алыс, яғни алысқа қарай жаңағы дамуы қазақша айтқан кезде өзінен өте туады дейді отырды. Мұны негізі Абайдың идеясы осы. Сонда Абайда бұл біз қазіргі кезде бұл өте актуалды. Өйткені қазір қанша балалар дүниеге келіп жатыр, бірақ соның ішінде іске татырлығы, яғни елге қорған болатын, жерге қорған болатын, елге тұтқа болатын балалар тумай жатыр. Бұл проблема Абайдың кезінде де болған. Сондан Абайдың негізгі, енді Абай бұның жолында көрсетіп отыр енді. Сонда Абай айтады, жарайды, иттікпен мал таптың дейді. Иттікпен мал таптың. Яғни қулықпен, сұмдықпен таптың, енді осы иттікпен тапқан малыңды сол балаңды оқытуға жұмса дейді. Сонда сенің балаң сендей болмайды дейді. Сендей ит болмайды. Сонда ғана енді айтпайды, бірақ жаңағы сөзінің астарынан оқып отырмыз. Сонда сенің иттігін кешіріледі деп отырды Құдайдың алдында.
Міне осындай бір ал біздің қазақ дейді, біздің қазақ дейді, малды иттікпен табады дейді, иттікпен айырылады дейді. Яғни малды жұмсаудың жолын көрсетіп отыр. Қазіргі кездегі көп адамдардың жаңағыдай ғылымнан ақша аяйтындығын, сол кезде де болған екен, ғылымнан ақша аяп, баласының жаңағы қатын әперуден басқа ештеңе білмейтін қазақтарды сынап отыр. Балаңа қатын әперме, балаңды оқыт дейді. Яғни абай сол кезде қалыптасқан интенция, қалыптасқан модель, ойлау моделін бұзып отыр. Сол кездің парадигмасын бұзып отыр. Жаңа парадигма қалыптастырып отыр. Мынау біздің көрерменнен сұрақ келіп түсті. Мелс Қуанышқалиев деген. Біреулер Құдайдан бала тілейді, ол бала не қылмақ дейді, және біздің түсініктегі нәрселерге үлкен төңкеріс жасап жоққа шығарады. Шынымен де Құдайдан баланы біз не үшін тілеуіміз керек? Әлде баланың мүлде керек жоқ па? Енді бұл сұраққа біз біршама жауап беріп кеттік қой деп ойлаймын. Біз Құдайдан бала тілеген кезде, біз Құдайдан ел үшін туатын, ел үшін өлетін бала тілеуіміз керек. Яғни Құдай бермейтін сараң емес, сұрау жетпейді дейді ғой. Мәселе Құдайда емес, мәселе бізде болып тұр. Біздің сұрауымыз дұрыс болмай жатыр да. Неге? Өзі рухани мешеу адам, өзі абайша айтқанда ит адам, яғни ит қазақ деп абай айтқан ныспылап отырған, яғни нәпсін жеңілмаған адам, оның бала туғанда да оның тілегі, қалауы да шектеулі болады да. Яғни тілегі де, қалауы да нәпсін шеңберінен аса алмай отыр ғой. Ал абай айтады, жоқ дейді, ол сен баланы тілесең дейді, баланы тілесең, ол елге тұлға болатын. Кешегі Қобыланды батырдай, Алпамыс батырдай, Ертарғындай батырдай сондай баланы тіле, сондай баланы арманда, және сол баланың оқытуға енді ақшаңды айма деп отыр. Неге? Өйткені қазір сондай заман келді, білекті бірді жағат, білімді мыңды жағатын заман келді дейді. Және ең бір керемет абай айтады, сол қазіргі кезде қазақ балаларын дейді, оқуға дейді, зорлап беріп жатыр дейді. Зорлап беріп жатыр. Байлар балаларының алып қалып, орнына кедейдің балаларын беріп жатыр. Бірақ әйтсе де дейді, сол оқыған балалар, сол оқымағандардан бәрібір артық дейді. Неге? Өйткені адам оқыған кезде бәрібір көкірек көз ашылады. Бәрібір ой өрісі кеңейді. Ондай адамға, абай айтады, ондай адамға сөзді түсіндіруге болады дейді. Абайдың айтып отырған Құдайдан мал тілеу және мал табу қазіргі таңда қаншалықты актуалды? Енді абай айтады, енді сосы бала мәселесін мәселесіне нүкте қойғаннан кейін, абай енді келесі мәселеге көшеді. Бұл мал табу мәселесі. Енді Құдайдан малды дейсіңдер дейді, берді алмайсыңдар дейді. Шын мәніндегі малдың иесі, мал деген арабтың аударғанда капитал, ақша деген мағынаны береді. Үшінші мағынасы ғана скот бұның. Скот неге? Өйткені тауар айналымындағы айырбас бірлігі скот болғаннан кейін бұл мал ретінде аталып отыр. Ал тауар айналымының бірлігі басқа елдерде басқаша болуы мүмкін. Мысалы, өзбектерде ол мата. Оны олар пұл дейді. Пұл, сонда оларда ақшам бар ма деген, олар пұлың бар ма деп сөйлейді. Бізде малың бар ма деп сөйлейді. Сонда әртүрлі халықтарда әртүрлі болуы мүмкін. Сонда абай айтады, Құдайдан мал тілейсіңдер дейді, берді алмайсыңдар. Негізгі иесі осы, Құдай бізге беріп отыр дейді. Сонда сіздерге не беріп отыр деген кезде, жалпы енді бұл жерде осы Құдайдың беріп отыр деген сөзі ол абай заманы үшін түсінікті болған. Құдайдан мал тілеу. Қазіргі кездегі адамдар ең сорақысы Құдайдан тілемейді ғой малды. Құдайдан тілеу керек екендігін де білмейді. Неге? Өйткені қазір қазақ, жаңағы атеистік заманнан өткен қазақ малдың иесі, мал ғана емес, жанымыздың иесі, 18 мың ғаламның иесі, бүкіл тіршіліктің иесі Алла тағала екендігін ұмытып қалған. Сонда олар Құдайдан тілеудің орнына олар өз сияқты адамдардан тілей бастайды. Сонда пайғамбарымыз айтқан кедейліктің бір қаупі бар деген. Қандай қаупі? Күпір қаупі бар деген. Қандай деген кезде адам менен Құдайдан тілемей малды өз сияқты адамнан тілеуі мүмкін деген. Бұл күфір екен кәдімгі.
тапқан малды енді Абай мен Шәкәрімнің көзқарасы бойынша қазіргі қазақ орнына жұмсауды үйренді ма? Енді жаңағы сұраққа келейік. Бірінші сіздің сұрағыңызға жауап берейік, сосын бұл сұраққа жауап береміз. Негізінен сондай мал тілейді, Құдайдан мал тілейсіңдер дейді, берді алмайсыңдар дейді. Сонда Құдай тағала бізге беріп тұр екен малды. Ол қалай берді дегенде Абай атамыз айтады, Құдай тағала сендерге дейді, мал табу үшін дейді, 12 мүшелерін сауғып қуат берді дейді. Сен оның орнына жұмсамайсың дейді. Шынымен де қазіргі кезде қаншама адамдар бар, 12 мүшесі сау, кедейліктің қамытын мойнына киіп алған. Неге? Өйткені Құдайдың бергенін білмейді. 12 мүшені Алла тағала жайдан жай бермеген екен бізге. Сол мал табу үшін берген, сөз бе? Сонда біз бала кезімізден бастап, сол ер баланың құлағына осы идеяны құюымыз керек кәдімгідей. Мынау судың да сұрауы бар айналайын. Мынау жастық шағын босқа өткізбе. Бұл қуат сақта, бұл қуат саған мал табу үшін берілген. Сонда қазақта мақал бар, 12 мүшең сау болса кедеймін деп айтпа дейді. Екінші дейді, Алла тағала сендерге не берді деген кезде, Құдай тағала мал табуды үйрететін ғылым берді дейді. Оны игермейсің дейді. Өйткені кез келген нәрсенің ғылымы бар. Машина жүргізудің ғылымы бар, ақша табудың ғылымы бар, бизнес жасаудың ғылымы бар, сөз бе? Мұғалім болудың да ғылымы бар. Бірақ осының бәрін меңгермейсіңдер. Енді осыны әрине біз бұл мал табудың ғылымын біз меңгеру үшін бізге Құдай тағала ақыл берді дейді, соны игеру үшін дейді. Ал ақылыңды қайда жұмсап жібердің дейді Абай. Сонда адам ақылын орнына жұмсамағаннан кейін, ол оны құлқын тамақ үшін, енді тамақ ішу керек қой. Сонда ол қулыққа, сұмдыққа, тіленшілікке, түсін бұлдауға, туысқандығын бұлдауға, Абайша айтсақ, қулық сауға, адам аулауға жұмсайды екен. Сөйтіп жаңағы Абай қоғамдағы қазіргі біздегі орын алған бүкіл кеселдердің түп тамырын ашып көрсетіп отыр. Яғни қазіргі біздегі айтып жатқан, біз айтып жүрген коррупция, жеңіс үшін жалғасу, топ құру, трайбализм, неше түрлілердің барлығының негізінде осы Құдайдың бізге не бергенін білмеу және сол Құдайдың бізге берген нәрсесін ысырап қылу деген идея айтып отыр Абай. Орнына жұмсамау туралы айтып отыр. Жаңағы айтып кеткен тапқан малды қазіргі қазақ орнына жұмсау. Енді ол Абай айтып отыр. Енді алғашқы капитал ол кейде адал жолмен, кейде арам жолмен табылуы да мүмкін. Өйткені шын мәніндегі қазіргі сондай өсіп өніп баққан кезде дәулетті мемлекеттердің негізгі алғашқы капиталы ол жаңағы былықшылықта жасалған. Өзі Қытайларда айтады ғой, лай суда балық аулау оңай дейді. Сол сияқты, бірақ соны Абай айтады, сондай жолмен тапқан дейді малды, яғни итікпен тапқан малды, енді Абай сол малдың дейді ақталуының бірақ жолы бар дейді. Оны жақсылықтың жолына жұмса дейді. Яғни ал ең үлкен жақсылық, Алла тағаланың бізге берген ең үлкен жақсылығы ол ғылым дейді. Сол ғылымның жолына жұмса деп отыр. Сонда иттігін кешіріледі деп отыр ғой Абай. Сондан мен өзім ойлаймын, Абай